Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Бүгінгі біздің сабағымыз нотариат. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нотариустың қызметін бақылау, нотариустың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері. Жоспар бойынша қарастыратын сұрақтарымыз: нотариустың қызметін бақылау тәртібі, жекеше нотариустың азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, нотариустың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері. Нотариустың қызметін бақылау. Нотариустың қызметін бақылау бұл біріншіден Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы. Екінші, жекеше практикамен айналысатын нотариустың жасайтын нотариалдық іс-әрекеттердің заңдылығын және іс жүргізуші ережелерін сақтандыруын бақылауды жүзеге асыратын ережесімен жүзеге асырылады. Бұл аумақтық әділет органы бойынша нотариустың қызметін және аудандық маңызы бар қалалардан, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің, әкімдіктердің, ақпараттарының, лауазымды адамдарының іс жүргізуші ережелерін сақтауын бақылау және аумақтық әділет органы мен нотариат палатасы бойынша бұл жеке практикамен айналысатын нотариустың жасаған нотариалдық іс-әрекеттерінің заңдылығын және іс жүргізуші ережелерін сақтандыруын бақылау. Бақылаудың мақсаты бұл нотариалдық қызмет көрсету саласында заңдылықты және оған халықтың қол жеткізуін қамтамасыз ету және нотариустың нотариалдық практикасының қолданыстағы заңнаманың және халықаралық құқықтық нормалары мен талаптарына сәйкес келуін зерделеу болып табылады. Бақылаудың міндеттері: нотариалдық іс-әрекеттер жасауға жүгінген адамдардың мүліктік және мүліктік емес құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауын қамтамасыз ету, нотариустың құқық қолдану практикасының бірізділігін қамтамасыз ету, нотариалдық қызмет көрсету саласын құқық бұзушылықтардың алдын алу және ескерту болып табылады. Сонымен қатар нотариустың кәсіби қызметін тексеру, нотариалдық іс-әрекеттерді жасау кезінде нотариус тексеретін заңдылықты, сондай-ақ кәсіби этика ережелерін сақтаудың жай-күйін зерделеу және тексеруді. Нотариустың статистикалық есептілік пен нотариалдық істерді есепке алуды жасаудың дұрыстығы мен растығын зерделеуді. Нотариус қызметінің аумағында нотариалдық қызмет көрсетудің деңгейі мен мәдениетін тексеруді. Сонымен қатар нотариустың ар-ождан кодексін сақтауы нотариалдық палата жарғысының талаптарын орындауын қамтып отырады екен. Нотариустың кәсіби қызметін тексерудің түрлері бұл әділет департаменті мен нотариалдық палатаның алғашқы тексерістері, әділет департаменті мен нотариалдық палатаның мерзімді тексерістері және шұғыл тексерістер. Алғашқы және мерзімді тексерістер туралы әділет департаментінің нотариалдық палатамен келісім бойынша жасалатын бірыңғай тексттер кестесіне сәйкес жүзеге асырылады. Бірыңғай тексттер кестесі бұл тексерістердің мерзімдері мен кәсіби қызметі басталған күннен бастап 6 ай өтсе де, алайда кемінде бір жыл жұмыс істейтін нотариустар тобын, тексерістердің мерзімдері мен кәсіби қызметін соңғы тексеріс 1 жыл бұрын жүргізілген мерзімді тексерістер, яғни нотариустың тобын анықтайтын тарауларды қамтуы тиіс екен. Сонымен қатар шұғыл тексерістер жүргізуші үшін нотариалдық іс-әрекеттер жасау нотариусқа жүгінген адамдардың шағымдары мен өтініштері, құқық қорғау органдарының ұсынымдары, соттардың жекеше қаулылары, лицензиялардың тапсырмалары және басқалары негізі бола алады. Шұғыл тексеріс заңсыз екенін құқық қорғау органдары мен соттардың шағымында, өтінішінде немесе іс жүргізу құжаттарында көрсетілген іс-әрекеттер ғана қамтиды.
Шұғыл тексеріс нотариустың іс жүргізу. Тексеріс нәтижелерін талқылау нәтижелері бойынша нотариусқа қатысты мынадай шешімдер қабылданады екен. Нотариустың арасында оны одан әрі тарату мақсатында нотариустың оң тәжірибесін қорыту туралы, нотариусты көтермелеу туралы, Ар-Ождан кодексіне сәйкес нотариустың тәртіптік жазаға тарту туралы, нотариустың заң бұзушылықтарды анықтаған жағдайларда материалдарды құқық қорғау органдарына беру туралы, нотариустың лицензиясын айыру, күшін тоқтату немесе жою туралы лицензияларға ұсынымдар жіберу туралы екен. Сонымен қатар жекеше нотариустың азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандыру. Бұл мемлекеттік нотариустар қызмет бабында клиенттеріне келтірген мүліктік немесе жеке мүліктік емес зиян үшін мүліктік жауапкершілікті тиісті әділет департаменті мен мемлекеттік қазына есебіне көтеріледі, ал жекеше нотариустар нотариалдық қызмет көрсету кезінде келтірілген зиянның орнын өздерінің мүліктік жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру арқылы жүзеге асырылады екен. Сонымен қатар, жекеше нотариустың қызметін сақтандырудың жалпы ережесі осы нотариат туралы заңның 16 бабында ескертілген. Сонымен қатар, жекеше нотариустың азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы 2003 жылғы 11 маусымда қабылданған Қазақстан Республикасының заңымен реттеліп отырады екен. Жекеше нотариустың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты күшіне енгізілген күннен бастап 12 ай мерзімге жасалады. Сақтандыру сомасының мөлшері шарттың талаптарымен белгіленеді және қызметін республикалық маңызы бар қала Астана аумағында жүзеге асырылатын нотариустар үшін тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда жекеше нотариустардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін белгіленген 1000, өзге нотариустар үшін 500 еселенген айлық көрсеткіш есебінен кем болмауы тиіс. Нотариустың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері үшін сұрағымыз. Бұл Қазақстан Республикасы нотариат туралы заңының 7 бабы бойынша нотариустың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері болуы мүмкін. Нотариустың көмекшісі ретінде Қазақстан Республикасының азаматы ғана бола алады. Жеке практикамен айналысқан нотариуста еңбек шартының негізінде жұмыс істей алады, немесе мемлекеттік нотариат кеңсесінің құрамында бола алады. Көмекшінің білімі, жасы жағынан заңнамада арнайы талаптар қойылмаған. Сонымен қатар, нотариалдық қызметпен айналысу құқығына үміткер адам нотариуста тағылымдамадан өтуі қажет. Нотариустың тағылымдамадан өтушілері ретінде жоғарғы заң білімі бар, Қазақстан Республикасының азаматтары бола алады. Тағылымдамадан өтушілер тағылымдамадан өту туралы шарт негізінде жеке практикамен айналысатын нотариустарда немесе мемлекеттік нотариустарда тағылымдамадан өтеді. Тағылымдамадан өту республикалық нотариалдық палатамен келісім бойынша Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығымен бекітілген тағылымдамадан өтушілердің кәсіптік даярлаудың бірыңғай бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. Заңгер мамандығы бойынша кемінде 5 жыл еңбек өтілісі бар адамдар үшін аумақтық әділет органы мен нотариалдық палатаның бірлескен шешімімен тағылымдамадан мерзімін қысқартылуы мүмкін. Тағылымдаманың ұзақтығы 3 айдан кем болмауы керек. Нотариустың бір мезгілде 2-ден аспайтын тағылымдамадан өтуші тағылымдамадан өте алады. Сонымен қатар, тағылымдамадан өту аяқталған соң, тағылымдамадан өтуші қорытынды есеп дайындайды. Есепке келесідей көрсетілуі мүмкін.
тағылымдамадан өту орны, мерзімі, тәртібі туралы жалпы мәліметтер, тағылымдамадан өту жоспары бойынша орындалған жұмыстардың сипаты, практикалық жеке жұмысынан алынған дағдылар. Сонымен қатар тағылымдамадан өту туралы сұхбаттасудың нәтижелері, материалдарды қарау бойынша әділет департаменті мен нотариалдық палата өтілген тағылымдамада оң баға берілген жағдайда қорытынды шығарылады. Көрсетілген қорытынды бекітілген жағдайда тағылымдамадан өтуші тағылымдаманы өткен болып есептеледі. Тағылымдамадан өтпеген адам қайта тағылымдамадан өтуге жалпы негіздер бойынша жіберіледі. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.